Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай кереметте лайфхакпен бөлісемін. Жаздың күні жасап қойсаңыздар, қысты күні ешқандай соусты қажет етпейді. Ол үшін ең алдымен міне осындай қызыл түсінен алыңыздар. Тәтті болгар бұрышынан одан 500 грамм алдым. Қызанақ пен болгар бұрышының көлемі бірдей болуы қажет. Яғни жарты килограмм болса, бұдан да жарты килограмм. Міне осылайша барлық артық жерлерінің барлығын тазартып аламыз. Кішкене осындай көлемдерге кесіп, блендерге келетіндей бөліп аламыз. Одан соң блендерге салып, барлығын жақсылап араластырып, езіп аламыз. Езілген болгар бұрышын ыдысқа салып, ендігіде қызанақты да дәл осындай кішкене бөліктерге бөліп, бұдан да жарты килограмм салдым. Оны да блендердің ыдысына салып, оны да езіп аламыз. Және қызанақпен бірге 5 тісше сарымсақты араластырып. Міне осылайша қызанақты да болгар бұрышында барлық блендерден езіп өткізіп алдым. Келесі кезекте бір бума аскөк, яғни мен укропты пайдаландым. Сіздер петрушка, кинза немесе басқа да аскөктерді пайдалансаңыздар болады. Дайын соусымызға бұл аскөк езілген туралған аскөктердің барлығын салып, оның үстіне дәміне қарай тұзын, бұрышын және күнбағыс майын құйдым. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің арнамда бұдан да өзге қысқа дайындық рецепттері бар. Міне біздің соусымыз дайын болды. Енді осындай арнайы силиконды формаларын барлығына құйып шығамыз. Міндетті түрде бетін целлофан пакетке жабамыз, немесе артық иістер сынып қалмас үшін мұздатқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Мұздатқыштан шығарған кезде міне осындай болып шығады. Міне көріп тұрғандар ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай. Және де барлық міне осы қатырылған соустарды арнайы осындай пакеттерге салып, қарапайым целлофан пакетке салдым. Бұны да тағы да мұздатқышқа салып қоямыз. Ас болсын.